Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы костюмге сәйкес өлшем алу. Жалпы өлшем алу алдыңғы сабақтарда өткеніміздей білеміз, адамның дене пішіміне сай киім тігуде қажет болатын нақты параметрлерді өлшейтін процесс түрі, яғни бой, кеуде, бел, мықын және тағы басқа дене өлшемдерін алу. Жалпы мақсаты киімнің адамға дәл, ыңғайлы және эстетикалық жағынан үйлесімді болуын қамтамасыз ету. Яғни біз клиентпен ең бірінші киімнің қандай болатынын эскиз арқылы тауып, оны әрі қарай жүзеге асырып жатқан уақытта біз құжатнамасын жасаймыз, яғни өлшемін аламыз, оған дәлдігін тексереміз деген сияқты жұмыстарын әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы өлшеу жүргізу ережелері бұл өлшеу лента арқылы, міндетті түрде лента арқылы жасалады. Яғни қолмен өлшеп алу, қарыспен өлшеп алу деген болмайды. Тік тұрыста дем алған кезде өлшенеді. Яғни адам өте барынша ыңғайлы дене пішімін кетіретіндей ішін тартпай, яғни бос күйінде болу керек. Киім жеңіл немесе іш киіммен өлшенеді. Яғни бізде корсет сияқты дене пішімін өзгертетін киімдер бар ғой, тырысып тұратын кофта деген сияқты, немесе шалбар деген сияқты киімдер мүлдем болмайды. Яғни киімдер өте ыңғайлы, кең болу керек. Бел және мықын тұсына көмекші лента байланып өлшенеді. Яғни білесіздер, өздеріңізде өлшеп өткен сабақтарымызда белге міндетті түрде жіпті байлап алу маңызды екенін айтқанбыз. Өйткені сол жерден өлшеп алып жазу ыңғайлы болады. Яғни бір жерден өлшем жазылып отырады. Әрі қарай жалпы негізгі өлшемдерін білеміз ғой, бойы, кеуде айналымы, бел айналымы, мықын айналымы, арқаның ұзындығы, иық ені, жеңнің ұзындығы, яғни бұлар бізде өте маңызды ең бірінші өлшемдерге келеді екен. Жалпы ер адамдар мен әйелдердің өлшем алуындағы ерекшеліктер, бұлар ерлерде иық ені мен бел өлшемі негізгі рөл атқарады. Яғни олардың иықтары иықты болып келеді дағыны, ал белдері жіңішке болып келеді. Яғни бізде белімізде бедра бар ғой, ал оларда бедралары жіңішке болады. Жалпы екеуінің, әйел мен ердің дене пішімінде өзгерістер өте көп. Әйелдерде мықын, кеуде және бел арақатынасы маңызды. Әйелдерде фигурасы, кеуде айналымы, бедра дейміз ғой, бел айналымы бізде өте маңызды рөл атқарады екен. Жалпы қорытындылай келе, дұрыс өлшем алу киім пішудің, модельдеудің және тігіннің сапасын анықтайтын алғашқы әрі маңызды кезең. Бұл яғни алғашқы құжатнамаларымыздың бірі. Жалпы өлшем алып, ары қарай клиентпен жұмысты жалғастыру бізге өте маңызды. Жалпы бүгінгі сабақты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Үй тапсырмасы ретінде осы менің жазған анықтамаларымды дәптерлеріңізге міндетті түрде жазып алып, үй тапсырмасы ретінде лекцияны осы жауабы ретінде салуды ұсынамын. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.